Міне бүгін бізде клиникамыздың бас дәрігері Ерсұлтан Қайратұлы, уролог, андролог дәрігеріміз келіп отыр. Алғашқы сұрақтан бассақ, қазіргі кезде ер азаматтар урологқа келу үшін неге ұялады, неге қорқады? Ер азаматтармен қазіргі кезде емес, баяғыдан солай. Наоборот, керісінше қазір уже ер азаматтар урологқа үйреніп отыр ақырын. Біздің поколение, сіздердің поколенияларыңыз, бізден төменгі поколение, бұрынғы кездегі біздің ағаларымыз, вот сол кісілер урологқа келуден қорқатын. Не үшін? Бұрынғы заманда енді урологқа келсең саусақ тығады деген кез келген еркектердің арасында миф бар сондай. Болмаса қинайды, мүшенің басына қандай бір трубочкалар тығады деп сондай қауесет сөздер бар. Бұрын болған ол. 90-шы жылдары болған шығар, бірақ қазір уже заман дамыған. Бұрын адамдар Жигулимен, атпен жүретін болса, қазір уже Геленвагенмен, 200-мен жүреді, комфорт бәрі бар. Сол секілді медицинада дамып жатыр қазір. Бұрынғыдай саусақ тығу жоқ қазір. Бұрынғыдай мүшеге бір таяқ тығу жоқ. Қазір оның барлығын через УЗИ көреміз. Болмаса және анализ тапсыратын болса, оны өздері және кіші дәрет арқылы тапсырса болады. Қиынау, зорлау, ешқандай нәрсе жоқ қой. Основном сол үлкен кісілердің арасында бір урологқа келсең, біріншіден жаңағындай қорқыныш бар. Ер азаматтар негізі өте енді қорқақ болып келеді да, әйел адамдар секілді емес, именно осындай процедураларға қорқады. Екіншіден, ер азаматтарда андай нәрсе бар да, урологтың алдына, еркектің алдына келіп өзінің проблемасымен бөліссе, как будто бір авторитеті түсіп қалатындай, немесе жаңағындай бір өзі бір кішірейіп, ят деген нәрсе бар да, кішірейіп қалғандай сезім болады. Онда енді ол нәрседен енді адамның қиналған кезде оның барлығын жеңіп келеді ғой, бірақ қазір сол нәрсенің бәрі ақырын жойылып жатыр. Қазір Аллаға шүкір, еркектер, жас жігіттер, бізден кішкентай бауырларымыз барлық келіп урологтан как положено консультациясын алып, толықтай тексеріліп, уже өз-өздеріне қарайды. Осыдан бір сұрақ туындайды да сөзіңіз аузында. Бұрында сол бір саусақтан қорқып келмеген ғой еркектер. Енді әркімде әрқалай ғой, біріншіден намысы жібермеген, екіншіден бір саусақ бар, мүшеге тығатын әртүрлі нәрселер бар. Сұрақтың мағынасы мынандай да, яғни қазіргі таңда ерлерде бір саусақтан басқа проблемалар көбейіп кетті ғой, яғни простатит қана емес қой. Бұрында сол в основном ауыратын болса простатитпен ғана ауырған ғой, біреуіміз бойынша. Енді әкелеріміз, үлкен кісілер деген сияқты. Енді қазір аурулардың түрлері көбейіп кеткен дейді да. Оның ішіне жаңағы мастурбация дейді, жаңа порнозависимость дейді, одан кейін тағы нелер бар, жаңа инфекцияның түрлері, тез бітіру, жаңа мүше әлсіздігі деген сияқты. Яғни проблемалар да көбейіп кеткен сияқты да қазір. Проблемалар, яғни көп. Бұрын енді простатит деп, біздің кезімізде үлкен ағалардың барлығын простатит деп емдей берген. Жәнегі өзіңіз айтып отқандай, мүше әлсіздігі болса да простатитқа жапқан, тез бітіру болса да простатитқа жапқан. Бұлардың барлығы негізі по отдельности бөлек-бөлек диагноз. Қазір оның барлығы бөлек-бөлек емделеді. Бұрынғыдай бір простатитпен барлығын ұра бермейді. Ол біріншіден. Екіншіден айтып отырсың, порнозависимость дейсің. Порнозависимость бұрынғы заманда не болмаған, интернетке доступ болмаған біздің кезімізде. Біздің кезімізде деп айтпай қойдым, сол кісілердің кезінде жаңағындай әртүрлі ұятсыз видеоларды там көре алмаған ол кісілер. Көрсе де там кассета сатып алып, диск сатып алып, сөйтіп қана көрген. Қазір интернетке кірді, кез келген жас баланың қолында бар, ашады, көреді, там қалаған істей береді. Интернет бүкіл жерде істейді. Каждыйын алдында былайша айтқанда телефондары бар. Оны өте көп көреді. Одан кейін жастарымызда проблема өз-өзіне қанағаттанбау деген нәрсе бар да. Осы жаңағы порнозависимостьтен шығып отыр ғой. Өздерін салыстырады. Жаңағы жаман кинодағы, ұятсыз кинодағы актерлармен өздерін салыстырады. Өздерінің жаңағындай мүшелерін солардың мүшелерімен салыстырады. Ол кісілердің жаңа андай ұзақ болып атқан жыныстық қатынаспен өздерінің жыныстық қатынастарын салыстырады. Ол жерде ана актерлар былайша айтқан кезде мүшесінің размеріне келетін болса, олар отборныйлар да. Олар іріктелініп алынған. Олар жаңа кастингтен өтеді. 100.000 адамның ішінен, 1000 адамның ішінен былайша айтқан кезде іріктеліп алынады. Ол бір. Екіншіден олардың мүшелері постоянно қақайып тұратын арнайы уколдар бар. Оны бізде саламыз керек болып отырсыш. Соны салып береді, ана мүше жатпай 4-5 сағатқа дейін тұра береді. Олар соны ойлайды. Одан кейін ол кісілерде жаңағындай 1 сағаттап, 2 сағаттап жаңағы занимация етіп жатады.
олармен өздерін салыстырады. Ол жерде де дәрілермен, арнайы уколдармен олар ұра беретіндей болады да. И соны көріп алады да, өздерінің нормальный болып жатқан 5-6 минуттық төсектегі былайша айтқан кезде жыныстық қатынастарын қанағаттанбайды. Өздері ғой былайша негізі физиология бойынша ол нормально, просто ол ана психикалық тұрғыда солармен салыстырғаннан кейін қысқа болып көрінеді. Иә, қысқа болып көрінеді. Ол бір негізі анандай ғой. Көбісі қазір статистика бар ғой. Статистика бойынша 2 минуттан жоғары болатын болса, ол нормально да жыныстық қатынас. Тез бітіру болып саналмайды. 2 минуттан төмен болатын болса, ол тез бітіру болып саналады статистика бойынша. Бірақ мен өзім айтушы едім, бұл жерде индивидуально болады да. Негізгі біздің мақсатымыз әйел адамның хақысын беру. Әйелге байланысты. Бір әйелдер бар там 1 минутта өздерінің ләззаттарын алып алады. Бір әйелдер бар жарты сағатта алмайтын. Яғни қарап отырсаң, сенің әйелің 1 минутта, 1,5 минутта ләззат алып алатын болса, сен 1,5 минутта алатын ләззат әйелің 1,5 минутта ләззат алады, ал сен жаңағындай 2 минут тұратын болсаң әйеліңді жыныстық қатынас. Сенікі тез бітіріп саналмайды да. Өйткені сен әйелің хақысын бердің. Ал сенің әйелің 30 минут бойы ләззат ала алмайды, бірақ сен оны 29 минут бойы ұрдың жыныстық қатынасты, и сен 1 минут жетпей қалды да. Сен көрші тез бітіріп саналады именно әйелің үшін. Бұл жерде индивидуально қарау керек та. Иә, қазір негізі андай ғой. Ол мен ойым енді. Иә, негізі екінші жартыңмен енді бір тірлік түсіп отқаннан кейін ақылдасып істегенде дұрыс қой, негізі білісіп позаларға байланысты, неге байланысты сол ой қалай. Мысалы үшін қазір психологтар көбейіп кетті ғой, жаңа жыныстық салауаттылық дейді, анау дейді, мынау дейді. Соған андай коучтар көбейіп, андай белгілі бір стандарттарды бекітіліп қойып жатыр да. Менің ойымша ол стандарттар бекітілмеу керек. Ол екі жүктің арасында индивидуально уақытына байланысты, позаға байланысты. Сондықтан мен ойымда екінші жартысымен ақылдасып, кеңесіп, сөйлесіп білсе, негізінде ол нормально. Сіз қалай ойлайсыз? Бұл жерде мақсат анандай ғой, гармония ғой. Отбасылық, бұл енді төсектегі проблема отбасына тікелей әсер етеді. Басқа да нәрселер бар, бірақ бұл да өте важный нәрселер. Біз енді осы салада оқыдық 10 жыл бойы. Осы саламен жұмыс жасап келе жатырмыз. И бұл сала, былайша айтқан кезде, жаңағы айтып отырсың, психологтар әртүрлі бір уақыт қойып қойған деп. Мен өзім олмен келіспеймін. Ол дұрыс емес та. Сен басқасың, анау басқа. Сенің семьяң, отбасың басқа, сенің әйелің басқа. Адамдар өздерін басқа біреулермен салыстырады, еркектер. Ол әр адамға индивидуально негізі. Бұл жерде енді әркім өз әйелімен және енді келісіп алып, ол дұрыс әйелмен полный сырласу керек, сөйлесу керек. Және енді әйелдің хақысын беру керек. Бекер айтпаған қазақ атамыз, түнде айғайламаған әйел күндіз айғайламайды деген секілді. Өйткені ол жерде әйелдердің гормоны да ойнайды. Әйелдің хақысын беріп тұру керексің, ер адам болғаннан кейін. Ол табиғаттың заңдылығы да. Мына жерде қазір неше түрлі адамдар болуы мүмкін, осуждать етеді. Ой, бай, оңбаған, анау мынау деген сияқты. Бірақ сол нәрсені жазатын адамдардың өздері негізі хейтерлерші көп жазады осы мәселемен страдайт етеді. Сіздің практикаңызда болма, әйел кісілер, именно әйел кісілер күйеуіне байланысты андай наразылығын айтқан жазған? Өте көп. Көп па? Негізі ер адамдар айтып отыр ғой, қазірден және үлкен ағаларымыз келмейді деп. Үлкен ағаларымызды сүйреп алып келетін әпкелеріміз, үлкен тәтелеріміз. Өздері күйеуім келмейді дейді. Күйеулер анандай әртүрлі жарнамадағы әртүрлі виаграларды, әртүрлі балдарды, әртүрлі қоңыздарды алып іше салады. Одан сайын асқынады да олардың аурулары негізі. Ал ана жерде әйелдері және әпкелеріміз алып келеді күйеулерін. Қаратады, әйел адамдар жақын ғой денсаулыққа қатты қарайды. Еркектер жүре береді, как попало. Негізі әйелдерден көп сообщение түседі. Күйеуімдікі және болмай жатыр, қандай витаминдер берсек болады, қандай дәрілер берсек болады, дәрігер айтып жіберіңізші деген секілді. Оны біз айтамыз, біз бұл саламен айналысып жүрміз да. Ол нәрсе қоғамда былайша айтқан кезде кәдімгі мәселе, өзекті мәселе. Біз сол үшін осы видеоларды, подкасттарды шығарып айтамыз да. Көбісі оны көреді да, ой, ар бер деген әңгіме ғой, менталитетке келмейді деген сияқты. Бірақ қазір жыныстық сауаттылықты үйрету керек. Менің ойым, балаларға да үйрету керек. Өйткені қазір әртүрлі инфекциялар таралып жатыр жастардың арасында. Оқушылардың арасында өте көп инфекциямен келетін, 9 оқитын, 10 оқитын жас жігіттер келеді. Гинеколог әріптестерімізбен сөйлесіп жатсақ, оларға да әртүрлі жас қыздар абортпен келіп жатқандар. Олай жалпы. Бірақ оны қоғам білмейді. Біз осы салада жүргеннен білеміз.
Соларға үйрету керек, айтылу керек ол нәрсе. Қорғану керек. Ар, намыс бәрі айтылу керек. Одан кейін барып уже баламен сөйлесу керек қой. Бала кәмелеттік жасқа толғаннан кейін онымен әкесі сөйлесу керек. Қыз баламен анасы сөйлесу керек. Ашық түрде айтады ғой, балаңды 5 жасына дейін хан секілді нет, қара, 5 жасынан және 13 жасына дейін дей ма, құлың секілді қара, 13 жастан ба, 15 жастан ары қаратай дос ретінде сырлас дейді. Сен сырласу керексің, оны үйрету керек. Ол баяғыдан бар нәрсе, просто бізде қазір енді әртүрлі нәрсеге байланысты енді әркімнің өзінің ойы ғой. Біздің ойымыз сөйлесіп, түсіндіріп, өйткені бұдан проблема өте көп шығады. Андай дейді ғой, жаңағы отбасылар арасында енді біреуіне қанбай жатады, не қылмай жатады, бірақ бір-біріне айтуға ұялып, порно көріп жатқандар бар деп. Естіп жатырмыз да ондай нәрселерді. Яғни мен әйеліме қарағанда порноны көрсем қанам дейтін андай комментариялар оқимын да мен. Үй соған қойып жатқан ғой. Яғни бұл жерде порноның міндеті қандай болып жатыр? Ол індет па? Індет болса одан қалай құтылуға болады? Ол індет, порно индустрия деген ол өте көп ақша айналып жатыр ол жерде. Былайша айтқан кезде ода үлкен мықты нелер тұр ғой артында. Жалпы бұл индустрияны тоқтату енді біздің қолымыздан келмейтін шығар, бірақ адам өз-өзін тоқтату керек та бұл жерде. Және енді еркектер проблема өте көп. Маған келетін пациенттердің және сіз айтып отқан сұрақтармен өте көп келеді. Порно көрем, әйеліммен қосылам. Болмаса және енді әйелімен қосылып алады да артынан порно көретін еркектер бар. Өз-өзін қолмен қанағаттандыратын еркектер бар. Порно көріп алады, әйелімен қосылады, бөлек ол. Қосылып болғаннан кейін барамда порно көріп, қайтадан өз-өзім қанағаттандырады. Бұл жерде неліктен олай? Психологически уже анаған әбден зависим болып қалған. Ол бір. Екіншіден бұл порно көріп, жаңа қолмен мастурбация жасау деп айтады ғой. Қолмен мастурбация жасап жатқаннан осыдан тағы да бір індет шығады. Бұдан шығатын нәрсе тез бітіру деген проблема. Мастурбация жасайтын еркектердің жас кезінде, бала кезінен бастап мастурбация жасайтын еркектердің барлығында тез бітіру. Не үшін? Өйткені мүше деп алатын болсақ, мүшедегі нервтар бар да. Ол мүше бұлай қолмен қысады. Хватка мощный. Ал қынапта және әйел адамның қынабында бұндай хватка жоқ. Анан хваткамен алады да мүшені үйкеп раздражать етіп тастайды нервтарды. Сезімталдық өте жоғары болады. За счет этого тез бітіру өте көп қазір. Тез бітіреді. Одан еркек ұялады. Әйелінің алдында авторитеті құлайды. Одан тағы бір проблема шығады. Психологически уже. Қорқып тұрады. Әйелінің алдында былай жеткен кезде жыныстық қатынасқа түсейін деп жатқан кезде уже қорқыныш пайда болады. Мен қазір тез бітіріп қоймайын деген сияқты. Ол уже психологически ауысып кетсе, оны емдеу өте. Ол жыныстық қатынаспен емес, басындағы проблемамен алысып кетеді. Психология бастағы проблемамен алысып кетеді. Оған біз де көмектесе алмай қаламыз. Ол өте үлкен проблема. Сол үшін бірін-бірі цепочка секілді алып кете береді ғой. Басында шешіп алмау. Басында шешіп алу керек. Негізі. Мысалға, ондай проблемалардың алғашқы сатысы қалай басталады? Білесіз бе? Яғни порнозависимостьқа байланысты анау-мынау, яғни осы біздің көрермендерді жалпы жігіт азаматтарды сақтандыру мақсатында. Енді ол басты несі қазір бала кезден басталады ғой. Баланы біз тәрбиелеуіміз керек. Бала, мектептегі бала не көріп жүр? Ол жаңағы соткасының арасында біз қарап тексеруіміз керек. Нені қарайды, қандай ортамен жүр. Былайша айтқан кезде внимание беруіміз керек. Балалар қазір бізге келетін ер адамдар енді 25 жас, 30 жас порноға зависим, олар бала кезінен басталған. Мектепте бастадық қой, содан бері әлі қоя алмай жүрміз дегендер өте көп. Баламен сөйлесу керек, последствиясын айту керек, түсіндіру керек. Әкенің міндеті балаға айтып түсіндіру. Қандай не болатын, асқынулар болатын. Біздің де міндетіміз осы. Кейбір әкелер білмейді да оны. Сол үшін біз жаңағындай құрметті әкелер балаларыңызға түсіндіріп айтыңыздар болатын последствияны. Сіздердің айтқандарыңыз, былайша айтқан кезде әкенің сөзі балаға өтімді болады. Біз мынаны не үшін айтып отырмыз сіздерге? Сіздер білсін деп айтып отырық. Халық білсін деп айтып отырық. Бұл проблема өте көп қазір бізге келіп айтып отыратындар. Біз осы проблемамен келген күресудің мақсаты ғой, күресіп жатырық та. Пайдамыз тисін әйтеуір. Анау әкелерге айтамыз, әкелер балаларына айтсын да. Осылай енді сөйлесу ғой басты.
Енді ол кісілер қазір ауырып қойды, енді болды енді мысалға. Жаңа жазып жатқан ер кісілер бар ғой, жаңа мен бірінші порно көріп аламын айтпаса әйеліме бірінші тұрмайды деген сияқты. Деп ол кісілермен сіздер қалай жұмыс істейсіздер? Енді ол индивидуально. Бұл жерде де келеді, сөйлесеміз, айтамыз, сұраймыз, қалай, не, ол жаңағы тұрмай жату психологический түрге жата ма, болмаса мүшеге келетін қан дұрыс келмей жатыр ма, болмаса ол қанның келуінен бұрын қан келіп обратно кетіп қалатын кездер болады, тамырлардың зақымдануына байланысты. Ол кетіп қалып ма, соны анықтаймыз, болмаса простатитқа байланысты ма, мүше әлсіздігі. Соның барлығын ол келгеннен кейін полный диагностика өтеді. УЗИ-ға түсіреміз, анализдерін көреміз, гормонға байланысты, тестостерон гормон еркекті еркек қылып тұрған. Соған байланысты төменде кетіп жатса, оны уже анализ шығарады, содан кейін бір уже ем тактикасы қолданылады. Біз білеміз ғой, жағдайы бар, ақшасы қалталы жігіттер, мысалы үшін, олар анализ тапсырады да, квартальный дей ма? Квартальный анализ деген бар ғой. Негізі ер кісіге, мынау среднестатистический деп алайық, мысалы үшін, орта деңгейлі отбасыдағы ер азаматқа негізі жылына ма, немесе бірнеше жылда бір ма, немесе айына ма, қай кезде негізі анализдер тапсырып тұрған дұрыс? Бұл жерде енді тоже индивидуально жүреді. Біреудің кәсібіне байланысты, біреудің жұмысына байланысты. Әркімде әрқалай. Біреулер бар әртүрлі жаңағы заводтарда істейтіндер бар, әртүрлі химиялармен. Біреулер бар шахтада істейді. Біреулер бар спортпен айналысады. Оларда проблема жоқ. Анализдерін жылына бірлес тапсырса жетеді. Ал сіз ауыр металдармен зиянды жерде жұмыс жасайсыз. Сізге міндет 3 ай сайын, 6 ай сайын. Индивидуально да, адам өзі біледі өзінің денсаулығын. Сен өз денсаулығыңды білесің. Например, мен өз денсаулығымды білем. Білмесекте түйсік бар дейсіз. Иә, сезем да, мысалы. Кез келген адам сезеді өзінің денсаулығы қалай отқан. 6 айда бір тапсырып проблема емес. Анализ тапсырып, оның нәтижесін көріп, дұрыс болып жүрген әлде қайда арзан шығады. Негізі ол жаңағы асқынып емдегеннен қарағанда. Ол асқынып емделіп кетсе жақсы, ары қарай операцияға кетіп қалатын кездер болады. Ол кезде вообще негізі анализдің бағалары да бір қымбат емес дейсіз ғой? Максимум бір 40-30 мың, 20 мың әркімде әрқалай. Жасына байланысты. 3 айда, 6 айда құйып тұрған. Ол андай ғой, ер адамдар андай да мен таң қалатыным. Мәшинелер сынып қалса, сразу барып жасатады. Ойбай, мәшиненің дөңгелегі етіп қалды. Там бір жер тықырлап тұр. Оған аямай салат 100 мың, 200 мың. Майын құяды. 7 мың сайын. 7 мың сайын майын ауыстырады, 7 мың, 8 мың сайын, например. Үйді ауыстырмаса мотор кетеді. Өздерінің моторлары не өтқан шаруасы жоқ. Өздеріне бір 20-30 мың теңге аяйды да. Енді ол бізге скоро кеватыр ақырын-ақырын. Жастар уже қарайды өз-өздеріне. Енді сол үлкен ағаларымыз да сол өз-өзіне қараса деген ниет қой. Бұл жерде анау ер кісілердің өзіне қарамауы, ол денсаулық сол қалпандай. Негізі жас кезімізде енді бір ауырсақ тез жазылып кетіп жатамыз, организм мықты күреседі да, уақыт өткен сайын негізі оның да эффективтілігі төмендей береді. Бірақ ер кісілер ойлайды, ол сол күйі қалады деп. Негізінгі проблема сол болып тұр ғой еркектерден келмеуіне. Еркектерде анандай 30-35 жасқа дейін организм жақсы жұмыс жасайды. 40-тан кейін бүкіл ауру шыға бастайды. Элементарный бізде тестостерон деген гормон бар да. Сол гормон 30 жастан кейін, 35 жастан кейін енді әркімде әрқалай уже жыл өскен сайын 1 миллиграммға азая береді да. Наномольға миллиграммға әркімде әрқалай, например. Енді анализдің шығару бойынша 1 сатыға төмендей береді. Например, алайық. Сенікі там тестостеронның средний бір 25 болып тұрды дейік. Жасың 32-де. 33 жасыңда тестостеронның уже 24 болады. 34 жасыңда тестостеронның уже бір неден түсе береді ғой. Сен жасың көтеріледі, анау төмен түсе береді. Сондай ол уже тестостерон былайша айтқан кезде самый главный гормон еркектерде. Еркекті еркек қылып тұрған, еркектің намысы, еркектің күш қуаты, еркектің энергичності, еркектің өз-өзіне деген сенімділігі, біздің бұлшық ет массамызға, денеміздегі майымызға, майды жығайт ететін главный гормон тестостерон. Осының барлығына жауап беріп тұрған гормон. Ол төмендей береді. Соған байланысты организмді шаршай бастайды. Ақырын. Сол үшін ерлерге айтамыз, біз профилактика жасап отырыңдар. Тестостерон анализ бір 3 мың теңге ме, сондай ғана тұрады, 4 мың теңге ме. Қарап тексеріп отыр, проблема емес. Тексересің, көресің да,
фактімен. Витаминдер бар, қалпына келтіреді. Сенің жасың 35-40-та болса, мынандай витамин бар. 50-де болатын болса, мынандай нәрсе бар деген секілді. Индивидуально. Просто дәрігерге кесін, біз бекерден бекер 10-15 жыл оққан жоқпыз мына жерде. Біз оны зерттедік талай жыл. Оқыдық. Сол туралы әңгіме айттық. Иә, сол туралы әңгіме айттық. Айтамыз да, келеді енді кейбір кісілер бар, айтады, консультация қанша дейді да, мысалы консультация 10 мың теңге ғана тұрады. 10 мың десең, не кіреді оған дейді. Консультация аты айтып тұр да, сөйлесу кіреді. Сен сөйлесесің, ойланасың, адамның түріне қарайсың, проблеманы анықтауға былайша. 10 мың теңге өз денсаулығына 10 мың теңге құрта алмаған еркек, мен өзім айтам, еркектік несі білмеймін енді. Негізі анау патриархалды семьялар бар ғой, мысалы үшін. Міне ер азамат, үйінің билігі өзінде дейтін. Ол жаңа жыныстық салауаттылыққа қарай ма ол, яғни жыныстық өмірде ол мықты еркектерді солай деп атай ма, қалай? Үйінің жалпы еркектері де үйінде билік ету үшін жалпы жыныстық өмірде де мықты болу керек деген андай ғой. Көшеде жүрсек те әйтеуір, еркектер арасында бәрі сіз еркек, мен де еркек білеміз ғой, ол нәрсені сондай әңгіме жүреді де, ол қаншалықты рас, қаншалықты. Ол рас әңгіме ғой. Прикинь, сен енді көшен тілімен айтайық, былай жеткен кезде бұрын братандар, ағаларымыз айтушы еді ғой. Короче, әйелің доминировать ет, жаңағындай нәрсе. Иә. Сен әйеліңнің алдында жаңағындай нәрсемен слабить етіп жатсың да. Надан, төмен жақтан. Хақсын бере алмай жатсың. Уже бірінен кетті, авторитетің кетті. Ол бір рез қайталанады, екі рез қайталанады, үш рез. Ертең ақырын төмендей береді. Өз-өзіне деген сенімділік төмендейді ғой бұл жерде. Еркек мықты болу керек та, действительно. Осы жерде енді мынандай сұрақ бар да, кезінде енді 60 бай, 70 бай деген аттар қоюшы еді ғой, қазір ондай аттардың жоқтың қасы ғой, қазір Марсель, Сәулет дегендер көбейіп кетті ғой, шын мәнінде. Яғни сол кездегі ата-бабаларымыз 60 жасында, 70 жасында өзі бала тудырып жатады. Ал қазір бала тудырудың өзі қиындап кетті. Ол тікелей ненің әсері, ол телефонның әсері ма, интернеттің, әлде қазіргі заманның, білмеймін, әйелдердің талабы басқа болып кетті ма, қалай болып кетті деген сол. Бұл жерде енді әртүрлі жан-жақтан қарау керек жан-жағынан. 60 бай, 70 байлар, мен енді мына жерде әйел адамдар қазір мені табалап жүрмесін. Бұл жерде тоқал алуға табаламаңыздар. Біз тек шындықты айтамыз. Мен тоқал алуға итермелеп отқан жоқпын. Ол 60 бай, 70 байлар аталарымыздың екінші әйелінен, үшінші әйелінен туған основном. Мынандай нәрсе бар медицинада. Әйел адам жас болатын болса, жас 20 жас, 18 жас, кез келген және үлкен аталарымыздың слабый ұрығы болатын болса да, ана әйелдің организмі ана ұрықты былайша айтқан кезде жұтып алады, тірілтіп өзіне ары қаратай дамытып жібереді. Сен ана 70-тегі атаның ұрығын 60 жастағы апаға салу деген бар болған шығар, редкость. Қазіргі таңда ол болмайды да. Қазір 100% болмайды. Өйткені не үшін? Ол кезде ата-бабамыз қазіргідей телефон жоқ, интернет жоқ, жатпаған, атқа мініп жүрген, таза табиғи сусын ішкен, қымыз ішкен, ет жеген, таза ауа, жайлау. Енді олар асыраушы болды былайша айтқан кезде. Соғыс, физически мықты, жұмыс жасайды. Сондай болған да. Қазіргілерде енді телефон, машина, фастфуд, неше түрлі жейміз, темекі, вейп, анау, кальян, палян, арақ. Ол кезде бәрі натуральный болған. Кейбір пациенттер айтады, кезімізде аталарымыз қалай мықты болған дейді. Сен атаң құсап жүр да, действительно, сен де мықты боласың. Ал қазір проблема, кредит, стресс, қала, ушу, мәшіне, ауа таза емес, жейтіндер анау тауық жесең тауық боласың, ат жесең айғыр боласың ғой, айғыр жесең. Жейтіндер тауық, фастфуд, KFC, например, әртүрлі. Соған байланысты бұрынғы мен қазіргін салыстыруға келмейді. Қазіргі заман денсаулық тренд, денсаулықты күту керек. Кезінде ол атамыздың ләззат алатын жері сол бірақ нәрсе болды дейсіз ғой, қазіргідей телефон жоқ, анау жоқ. Ол кезде қазіргідей енді телевизордан жаңа порно зависимость деген тема жоқ. Телефондан қарай салмайды. Мысалы, ондай жоқ қой қазір. Бұрын психологически мықты болған аталарымыз. Негізі мына жерде, яғни былай қарап отырсақ, жыныстық қарым-қатынас
көп болған сайын ердің денсаулығы да соншалықты мықты бола ма? Өйткені андай ғой, әрдайым байқаймын мен, өзім немде байқаған нәрсем, зерттелген де. Үйленген, например, 20 жасында үйленген жігітпен, былай айтайыншы, 50 жаста екі дос келіп отыр. Біреуі 20 жаста үйленген, біреуі 50 жасқа дейін үйленбеген. Бірақ екеуінің жасы 50-де. Анау 20 жастағының 5-6 баласы бар. Мынау бойдақ. Жыныстық қатынас анда-санда бір болады. Қол қалай шығады деген нәрсе ойлайсың. Екеуін салыстыратын болсақ, мына бала шағасы бар, әрдайым постоянно жыныстық қатынас бар еркек мықты да анаған қарағанда. Ананікі әлсіз болады. Ол уже бұл өте көп бұл тақырып. Негізі уақыт тығыз біздегі пациенттер жазылып тұр. Сол үшін келесі тақырыпты келесі видеоға түсіріп қалдырайық адамдарға. Қызықсыз болып кетеді, еркектік денсаулық сөйлей берсең жетеді да ол. Жетпейсің оған. Көп тақырып қозғайтын. Құрметті көрермендер, бізде әлі тақырып толық біткен жоқ. Бізде тақырып көп, себебі айтатын мәселе көп, шешілетін дүние көп.